Ал дәл қазір студиямен тікелей байланысқа әріптесім Айгөз Тұрсынбай шыққалы тұр. Осыған дейін біз көпбалалы аналардың, жалпы ата-аналардың үйірмені жаппау төңірегінде мәселе көтергенін білеміз. Айгөз, қазір ата-аналардың тағы жиналғанын байқап отырмыз. Кеш жарық, оқиға не болып жатыр? Кеш жарық, Айбек, әзірге ата-аналардың алдынан әкімдіктен ешкім шыққан жоқ. Біз қазір қалалық әкімдік алдында тұрмыз. Бұл жерде интернет жай нашар істеп тұрған айта кеткен жөн. Бұл ата-аналар өткен аптадан бері арт спорты жабылады, қаржыландыру тоқтатылады дегелі әкімдікті торуылдап жүр. Себебі жауаптылар қаражат тек қарыз жабуға жетеді. 1 маусымнан бастап тегін үйірмелер тоқтатылады деген болатын. Қазір менің қасымда жас ана Тойжан Алшынова тұр. Өзінен сұрастырып білсек. Тойжан ханым, мұнда не себепті жиналып отырсыздар? Біздер әкімшіліктің алдында сағат 3-тен бері тұрмыз. Өйткені Күлгенов мырза біздің ата-аналардың алдына, халықтың алдына шықса екен. Өйткені арт спорт жабылмасын, арт спортта ашсын. Менің аяғым ауыр болса да мен келіп тұрмын, талап етіп тұрмын. Іште емізулі балалар мен ата-аналар да келіп отыр. Балалардың болашағына балтасын шаппасын. Тегін спорттық секциялары әсіресе көпбалалы отбасыларға үлкен көмек ет. Мәселен, біз күндіз тілдескен алтын алқалы Зиуар Жұманова 7 баланың 5-еуі мемлекеттік үйірмеге баратынын айтқан. Егер тегін секцияларды алып тастаса, отбасы оқушылардың үйірмесіне ғана айына 300 мың теңгені қалтасынан төлеуі тиіс. Мен қайдан оплата өткізем? 35 мың, 45 мың. Үлкен баламда, 9 класстағы балам да қатынайды. Ол да ашылды кәдімгідей. Басқа жағынан, басқа қырынан өздерін көрсетіп келе жатыр. Сондықтан маған тиімдісі осы арт спорт. Айгөз, енді тегін спорттық секция балалар үшін де, ата-аналар үшін де жақсы еді. Өткен аптада шенеуніктер бұл қаржыландыру мәселесін бір қарастырамыз деп еді ғой. Осы жол не деп отыр? Айбек, бірнеше сағат бұрын ғана үйірме басшылары мен спорт және мәдениет министрлігінің өкілдерінің кездесуі болған. Онда министрлік өкілдері бағдарламаға 8 миллиард теңге қарастырылғанын айтты. Алайда бұл ақша тек қарыздан құтылуға ғана жетеді. Жыл соңына дейін балалар алаңсыз өнер мен спорт үйірмелеріне қатысу үшін тағы 30 миллиард теңге қаражат қажет. Управление спортом, управление спортом маслихатқа заявкамен шығады, өтінім береді, маслихат қарайды, депутаттар. Егер депутаттар керек деп тапса, ақшаны береді. Оны біз бере алмаймыз. Жергілікті жерде депутаттармен сөйлесуге. Осылайша министрлік жергілікті билікке қаржыландыруды сілтеп отыр, ал ата-аналардың алдына әкімдіктен әлі де ешкім шыққан жоқ. Балалар жылы, балалардың үйірмесі үшін ата-аналар осылайша тегін үйірме талап етуді доғарар емес, және де бір нәтиже боларын уақыт көрсетер. Айбек? Рахмет, Айгөз. Енді топталып жиналған ата-аналардың шағымын қала әкімі естиді, және де мәселе бір жақты шешіледі деп ойлаймыз. Бұл мәселе біздің қадағалауымызда болады.